Бүгін сіздерге француз жазушысы Жорж Перектің «Ла Диспарисион» романының ерекшелігі туралы айтып бергім келеді. Бұл роман 1969 жылы жарық көреді. Романда француз тілінде жиі қолданылатын «Ö» әрпі түсіп қалады. Бұл романда ағылшын, неміс, итальян тілдеріне аударылғанда да осы әріп қолданылмайды. Ал испан тіліне аударылғанда испан тілінде жиі кездесетін «а» әрпі түсіп қалады. 2005 жылы орыс тіліне аударылғанда бұл романнан орыс тілінде жиі кездесетін дауысты дыбыс «о» әрпі қолданылмай аударылады. Әдебиетте әдеби әдіс ретінде бұл әдісті липограмма деп атайды. Ал автор бұл әдіске не үшін барғаны туралы келесі жолы толық айтып беремін.